Дәл қазір үйде отырған әйелсіз бе, анасыз ба? Не үшін отырсыз? Қандай мақсатпен? Не себеппен отырсыз? Қандай жағдайда отырсыз? Ойланып қараңызшы. Бала қарау, күйеуге қызмет, үйдің тірлігі, тағысын тағы. Білем, өте қиын жұмыстар. Не ақша төленбейді, не көзге көрінбейді. Күнделікті қайталанатын бір жұмыс. Сізге ауыр. Бастапқы ой, енді жасамасқа амал бар ма? Үйде отырмын ғой, не ақша таппаймын? Үйдің тірлігін істемегенде не істеймін дейсіз? Бұл жердегі ниет сізде дұрыс емес. Егер де сіз ниетіңіз, бастапқы ниетіңіз жарайды, бастапқыда басқаша болған шығар, бірақ бүгіннен бастаңызшы, ниетіңізді туралаңызшы. Үйде отырмын, балам кішкентай, баламның өсуіне, оған дұрыс тәрбие беруіне, балаңыздың кішкентай кезінен бастап, оның күнделікті өзгеретін қылықтары, тәтті әдеттері күнделікті өзгеріп отырады. Соны құр қалдырмас үшін. Жұмыстан келген жолдасыңыздың қызметін жасап, оның разылығын алу үшін, өзіме, балама көңіл бөлу үшін үйде отырмын деп ниетіңізді өзгертіңізші. Және күнделікті жасайтын тірлік деп оны есепсіз етіп, ешқандай құны жоқ етпей, оны мен Алла разылығы үшін жасап жатырмын деп ниетіңізді өзгертіңізші. Сонда ол сізге өте оңай әрі жеңіл болады. Әр шынайы ниетпен жасаған қызметіңіз, әрекетіңіз Алланың алдында үлкен сауапқа кенелесіз. Сондықтан ең бастысы ниет. Ниетіңізді түзулеңіз. Өмір тамаша, сүре білген адамға.